1644 жылы көшпелі манчжур тайпалары, яғни Қытайдың солтүстігінде өмір сүретін көшпелі манчжур тайпалары бірігіп, сол кездегі ең алып империя саналатын Мин империясының тас-талқанын шығарып, 40 жылға жуық соғыстың нәтижесінде Қытайды түгел бағындырып, өздерінің Цин империясының негізін қалайды. Цин империясының ғұмыры әлдеқайда ұзақтау болды. Бірақ 19 ғасырда империяда үлкен дағдарыс басталды. Алып Цин империясы қимылдауы қиын динозавр сияқты көрші елдердің талауына түскен болатын. 1895 жылы Жапониямен соғыста жеңіліп қалды. Тайвань мен Корея жапондардың қол астына өтіп кетті. 1842 жылы Британ армиясы Қытай порттарын атқылап, тең емес келісімге қол қоюға мәжбүрлейді. Ойлап қараңызшы, 140 миллионға жуық халық мекендейтін алып империя дәл сол кезде 880 мыңға жуық әскер шығара алатын қуаттылыққа жетті. Алайда 880 мың әскердің тек 90 мыңға жуығы соғысқа қатыса алды. Осыншама мыңдаған әскер ағылшындардың 40 кемесі және бар болғаны 4 мың әскерінен масқара жеңіліске ұшырайды. Артынша Америка, одан кейін француздар, сонау Скандинавияда жатқан Норвегия мен Швеция, одан кейін Германия, Ресейде Қытайларды тең емес келісімге қол қоюға мәжбүр етеді. Одан қалды Испания, Бельгия, Португалия, Италия, Австро-Венгрия, Голландия елдерде Қытайды осындай келісім шартпен одан әрі тығырыққа тіреді. Бір сөзбен айтқанда, мұндай тең емес келісім шарт 140 миллионға жуық халқы бар алып Қытай империясын 40 бөлшекке бөліп, әбден құлдыратып жіберді. Қарапайым Қытай халқы империяның әр түкпірінен көтерілістер бастап жатты. Алайда мұндай көтерілістерді еуропалықтар әскермен басып, оларды бірде Цин империясының өзі жаныштап отты.